Қайырлы кеш қазақ елі, қазақ жұрты. Осы халық қазір қарасаңыздар, біздің қазақтың жерінде ажырасудан біз ең алдыңғы қатарға шықтық та. Бұның себебі не деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Бір. Екінші кезекте қазақтар кредитке кіріп, нанын таппай қайыршы жағдайға түсті. Екі. Үшінші кезекте қазақтар қазір біз мешел халыққа айланып бара жатырық та. Оның себебі неде деген сұраққа мен жауап айта кеткім келіп отыр. Бірінші кезекте қазақтың бірінші дұшпандары мына той жасай беретін. Сүндет той, бесік той, ұзату той, өнен 60 жас, 70 жас, 80 жас, 100 жас той жасайтындар. Екінші кезекте орынсыз ас беріп, одан кейін мына адам қайтыс болғанда 40-ында, 70-інде, асында жаңа мал сойғызып, жаңа марқұмның отбасын шығынға батыратын бұл осы адамдар қазақтың қас дұшпандары деп есептеймін да. Себебі өздеріңіз қараңыздар, той жасаған ақымақтың кесірінен қаншама отбасылар ажырасып жатыр, банкроттық жағдайға түсіп. Себебі той жасаған ақымақ ана жаңа тойға шақырғанды бір қатынын отырғызып қояды да мәжбүрлейді. Тойдан қалмай кел. Өлсең де жетпейді. Не көрге алып кетесің бе ақшаңды деп, сол ақшасының бәрін ана соңғы ақшасын қағып ап, сөйтіп соңғы қаншама біздің қазақтың отбасылары банкрот болып, ажырасып, қаншама жетім жесірдің көз жасына қалып жатқан осы той жасайтын, ас беретін ақымақтар деп айтқым келеді. Енді екінші зиян нәрсесін айта кетейін. Екінші зиян нәрсесі жаңағы бұлар кәсіп жасап, ақша жинап, ақшаны көбейтіп, тұрмысын түзеуді үйретудің орнына орынсыз ақша шашуды бала шағасында, немересіне жаңа қазақты халықты адастырып отыр да бұлар. Екінші. Үшінші кезекте мал сияқты кешкі сағат 6-дан түнгі сағат 12-ге дейін тамақ ішу, ол физиологиялық тұрғыда адам ағзасын құртып, қаншама біздің қазақтың апталда 50 жастағы, 60 жастағы азаматтары өліп жатыр, азаматтар мен азаматшалары. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, біз осы халықтың осындай мүшкіл жағдайға түсіруге бірінші кезекте билік кінәлі дейміз ғой, билік те кінәлі, бірақ екінші кезекте осындай ақымақ, надан жаңа халық дұшпандары деп есептеуіміз керек. Той жасайтын адам, ас беретін адам, өнен кейін мына адам қайтыс болғанда жаңағы жаназасында, 70-інде, 40-ында, асында мал сойғызып, шығынға батыратын адамдар, бұлар қазақтың қас жаулары ретінде қарауымыз керек та. Себебі бұл біздің қазақтың ешқандай да салт емес. Бұларды сарттар санамызға сіңдіріп тастаған. Бұл жаудың ісі. Жаулар біздің санамызға сіңдіріп тастаған. Бірақ қазақ ата бабан кезінде қарал үйден ешқашан қазан көтерткізбеген. Ешқашан қазан көтерткізіп, ол үйден тамақ дәметпеген. Сондықтан бұны арам тамақ, арамза тамақ аңдыған, ешқайда жұмыс істемейтін, біреудің еңбегінің арқасында өмір сүретін, сол арам тамақ, арамзалардың іс-әрекеті деп білуіміз керек. Сондықтан айналайын қазақ елі, мынау қазақтың тойы бітпесін, қазақтың тойы құдайдың қазынасы деп жүргендер, бұл қазақтың тойы емес, бұл дұшпанның тойы. Бұл сөздердің бәрі дұшпандардың сөздері. Сондықтан бұлар таза түсінген, ертеңімізді, 10 жылдығымызды, 100 жылдығымызды ойлаған адам егер сараптап көретін болса, бұлар қазақтың қас дұшпандары. Бұлар қазақты құртумен, қазақты кредитке батырып, қазақты қарызға батырып, қазақтың қаншама отбасын банкрот жасап, қаншама отбасының жаңағы жетім жесір болып, жетім жесірлер көбейіп, солардың көз жасына қалып отырған ас беретін мен той жасайтын нағыз қазақтың дұшпандары деп білуіміз керек. Сондықтан оларды сыйламауымыз керек. Сонан кейін олардың көңілдеріне, өнен кейін бұлардың көбінесе той жасайтын, өнен кейін қазақтың ақшасын орынсыз шашатын адамдар, бұлар қазақтың еңбегін бағаламайды. Қазақтың ақшасын бағаламайтын, қазақты сыйламайтын адамдар ретінде қарауымыз керек та. Сондықтан бұндай адамдарды ешқашан сыйламауымыз керек. Бір. Екінші кезекте бұл той жасайтын, жаңағы ас бергізе беретін ақымақтар көбінесе өсекші келеді. Ана бәленбай бүйтіп айтады екен, мынау түгенбай сөйтіп айтады екен деп, өз ойында еркіндігі жоқ. Ешқандай жаңағы ойлау қабілеті жетіспей қалған, тек қана бар тапқан ақшаны тойға шашып қана сөйтіп қазақты қарызға батырып, қазақтың мешел күйінде қалуына тікелей кінәлі осылар. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, әр қайсымыз, әрбір азамат пен азаматша осы жындық қана тойдан бас тартуымыз керек. Қазақтың тойы бітпесін деп жүргендер, ол қазақтың қас жаулары.
Сондықтан мынау тамада алаяқтар, тамадалар да алаяқтар. Қолында тамадалар оттамай халықты алдағанша қолдарына күрек алсын да жұмыс істесін бар. Қазір жұмыс қолы жетіспей жатыр Қазақстанда. Сондықтан айналайын қазақ ел, қазақ жұрты, біздің ұлт мешел күйінде қалып қалмасын десеңіздер, біздің ұлт жер бетінен жойылып кетпесін десеңіздер, бұл осындай ақымақ, өсекші, той жасай беретін, қазақтың маңдай тереңбек ақысын желге шашып жатқан ақымақтарды сыйламаңдар, олардың көңілдеріне қарамаңдар. Көбінесе олар өзінше ренжігіш келеді. Ой, бәрі ренжіп қалды, бүйтіп қалсын. Ренжісте көшке берген тайын алсын. Олай ондай ақымақтардың кесірінен қаншама жетім жесір өсіп жатыр. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, қазақтың бар тапқаның тойға жасылсын деген, бұл да наданның сөзі. Сонда сен бір жыл бойы жұмыс істеп, бір күнде ақшаңды шашып тастау, бұл нағыз ақымақтың ісі. Оданша ақшаңды жинап, кәсіп ашып, біз өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылайық. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен болған Мұрат Нұрдынұлы. Бұрында той халықтың қазынасы саналатын. Өйткені қазақтың тойында қазақтың салт дәстүрлері салтанат құратын. Ал бүгінде қазақ тойының қадірі қашқан, тойға кешігіп барудың өзі қалыпты жағдайға айналған. Ырғалып, жырғалып келгендердің айтар уәжі бар. Қазақпыз ғой. Қазақ үнемі кешігіп жүреді, яғни басқаның уақытын сыйламайтын, жауапсыз деген түсінік қайдан шыққан? Неге өзімізді өзіміз сыйламайтын болғанбыз? Қазаншының еркінде қайдан құлақ шығарса дейтін креативті той ұйымдастырушылар адам ойына келмейтін салт дәстүрлерді ойлап тауып жүр. Үлкен еркекті таққа отырғызып көтеріп алып шығу, ересек адамды бесікке салу, ақ киізге салып көтеру, күйеу жігітті екі жеңгес шығарып сәлем беру деген сияқты тырнақшаның ішіндегі жаңа дәстүрлер көрер көзге оғаш екен. Бірақ әр нәрсенің жөні бар емес пе? Стриптиз клубта жүргенде ерсі билеп, ересек адамдардың бірінің үстіне бірі шығып, бірінің ауынан бірін өтетін ойындарды көргенде кірерге тесік таппайды екесің. Әрине, бір қарағанда қызық шығар біреуге, бірақ сол жерде отырған бала шағадан, қарт қариядан ұялу, имену қайда? Арсыздық пен ұятсыздық тойда белең алып келеді. Келін мен қайын атасын билетіп, келін атасы мен енесінің аузына торт тықпалап асатып, шырағы сөнбесін деген қазақтың бүгінгі баласы торттағы шырақты үрлеп, өз қолымен өз шырағын өшіріп жүр. Басқа қазақтың ұлттық киімі сәукелені омырауы мен арқасы ашық көйлекпен киюдің өзі ұлт құндылығын қадірлемеу емес пе? Айта берсек толып жатыр. Мұның бәрі біздің менталитетімізге жат дүние. Шынында да кейін кезде қазақтың тойынан мән де кетті, сән де кетті. Ақша табуды ғана мақсат тұтқан асабалар күлдіреміз деп бүлдіріп, өз қазағын, өз салтын мазақтап жатыр. Намыстан материалдық құндылық жоғары тұрғаны өкінішті. Тойдағы дастарханның өзі ысырап. Кеңес кезінде қалыңдықтың туфлиіне арақ құйып ішу, көліктің алдына қуыршақ байлау сияқты дүниелер болды. Тәуелсіздік келгеннен кейін тойымыз біршама түзеле бастаған сияқты еді. Бүгінде анаған бір ұрынып, мынаған бір еліктеп қайтадасып жатырмыз. Өкініштісі, өз құндылығымызды, өз қазынамызды өзіміз құртып жатырмыз. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмағандықтан әркім өз білгенін жасап жүр. Ойына келгенін істеп жүр. Той жарыс бұға айналып кеткен. Дарақылық пен ысырапшылдықта шек жоқ. Жалпы қазақ бүгінде, енді қатты айтсам да, кез келген нәрсесін тойға айналдырған. Үйде жасалатын нәрсенің бәрі мейрамханаларда, дәмханаларда елге көрсету үшін, оның артында қаншама ысырапшылдық, оның кредитке алып жасап жатады. Қазақтың тойы бітпесін деген тілек айтатын болған бүгінде. Әрине, әр отбасында той болсын. Бірақ тойлардың тәрбиелік жағына да мән беріп, ерсі жаңағы ішіп алып, жалаңбұт билеп жүрген, неше түрлі ұятсыз әрекеттер жасап жүрген тойларға тыйым салу керек. Дәстүрді бұрмалауға жол бермеуіміз керек. Қазақтың той өткізу мәдениетін қалыптастыруға әр қазақ атсалысайық, ағайын.